Аяғым ауыр, жеріктігім қиын өтіп жатты. 2011 жылдары ақшаның, теңгенің әжептәуір құны бар еді. Күйеуімнің айлығы осы кезде күрт түсіп кетті. Несие төлейміз. Одан қалғанын бір айға жеткізу керек. Сөйтіп кейде тұздалған қияр жегім келетін. Дүкендегі сол қиярды алып жеуге де мүмкіндігім болмай қалатын. Екінші жағынан денсаулығым да төмендеп кетті. Басым ауыра беретін болды. Дәрі ішуге болмайды. Күйеуім де кейінгі кездері жұмыстан соң үйге жиі ішіп келетінді шығарды. Маған тиіспесе де мыжып сөйлегені жүйкеме тиіп кететін еді. Содан оған ішпе деп ұрсатын болдым. Екеуміз кейде болмашыға да жиі ұрсып қалатын болдық. Ал енемдермен бір аулада тұрғанымызбен бір-бірімізге кірмейміз. Сыртта көріп қалсақ жай ғана бас изеп амандасамыз да қоямыз. Осылай жүргенімде босанатын уақытым да таяп қалды. Ал мен босануға ешқандай дайындығым жоқ еді. Өзіме де, балаға да ештеме сатып ала алмадым. Ал анам болса хабарласып, уайымдама, балаға бесігін бірсыпыра киім, көрпе-төсек дегендей барлығын алып беремін деді. Сөйтіп, бүгін ертең босанамын деп отырғанда, күйеуіме алдын алып жүргенінен 2 есе көп қомақты айлық түсті. Сөйтсек алдын экологиялық зиян деп берілетін ақшасы дұрыс есептелмей жүрген екен. Мұны көріп қатты қуанып қалдым. Сөйтіп базарға барып өзіме балаға керек жарағымның барлығын сатып алдым. Бұл баламның несібесі шығар деп ойладым. Ертесінде толғағым қысып ауруханаға түстім. 12 сағат толғатып біраз қиналыппын. Сөйтіп дәрігерлер старая первородка деп есір тілігін жасамасақ болмайды деп мені отаға дайындады. Осы кезде менен кейінгі оқыған сіңілім Астанада денсаулық сақтау бөлімінде жоғары қызметте істейтін еді. Сол мен жатқан ауруханаға хабарласып, дәрігерлермен сөйлесіп, маған ота жасалды. Дәрігерлер маған жақсы қарады. Тұңғышым ұл болды. Босанғаннан кейін палатаға шыққаннан соң бір тамағын алып енем келді. Сөйтіп, врачқа 5 мың, көмекшісіне 2 мың бердім деп, күйеуіме осы ақшаны қайтарып бересің деп кетіпті. Енемнен ешкім ақша сұраған емес. Сондай ақша берген жағдайда да бұл енді сол кісінің немересі емес пе? Қуаныштан, сүйіншіге бергені болар. Енді келіп бізге қайтарыңдар дегені несі? Деп таң қалдым. Содан арада 5-6 күн өткен соң күйеуім балам екеумізді ауруханадан шығарып алды. Үйге шыққаннан соң ауладағы үлкен абысын апам келіп, баламды қарасып, кіндігі түскен соң шомылдырып, майлап, қол-аяғын былай-былай массаж жасап, созып тұрасың деп біраз нәрсені көрсетіп үйретіп кетті. Ал енем сол бойы келмеді де немересіне қарамады да. Ал менің сол баяғыдай басым ауыра береді, балам да қайта-қайта шарқырап жылай береді. Екеуміз түнімен ұйықтамаймыз. Басым мең-зең болып, денем дел-сал, өз-өзімді әрең көтеріп жүргендеймін. Үйден шықпаймын, жата бергім келеді. Ешкіммен араласпаймын, сөйлеспеймін. Кейде көше кезіп қаңғып кеткім келеді. Күйеуіме де қарағым келмейді. Бірдеме десе жарылып кетердей боламын. Сөйтіп жүріп 40-мыздан шықтық. Осы кезде анам хабарласып, балаға кішігірім шілдехана жасайық, 40-нан шыққаннан ырымдап дегендей. Мұндағы жеңгелеріңнің де балаға алып баратын сыйлықтары бар. Кіріп шықсақ деп жатыр деген соң біраз жиылып теріліп дайындалдық. Анам алдын бесігін мен біраз киім-кешегін алып келіп тастаған болатын. Содан мен мұндағы ауладағы үлкен абысын апаны және қайын атам жақтан 1-2 туыс апаларымды шақырдым. Сөйтіп кішігірім шілдехана жасадық. Абысын апам барып енемді ертіп келді. Сол кезде енем мен босанып келгелі алғаш үйге кірген кезі осы еді. Қолында немересіне деген дым жоқ. Қабағы кіртиіп келді де аз ғана отырып кетіп қалды. Жалпы енем кез келген жерге қонаққа барарда қолтығына бір жапырақ мата қыстырып алып кете беретін. Той-томалаққа да солай ештеме бермейтін. Тек төркініне ғана қарызданып, қауғаланса да ақша тауып апаратын. Сөйтіп бір жеңгем балама арбасын, біреусі жүрерде отырғызатын ходуногы, бір сапыра киім-кешек, көрпеше, ойыншықтарын алып келіпті. Балама не керек? Біраз заты түгенделіп қалды. Содан олар біздікінде бір күн қонып, ертесінде қайтты. Өйткені бізден біраз ұзақта тұратын. Анам балам екеуміздің түнімен ұйықтамайтынымызды көріп, уайымдап кетті. Мүмкін 40-нан ұстап жүрген болар, енді ұйықтайтын шығар деп мені жұбатқандай болды. Бірақ 40-мыздан шыққаннан кейін де сол баяғыдай түнімен ұйқы жоқ. Мәңгүрт адамның күйін кешіп жүріп жаттық. Анам қайта-қайта хабарласып, хал жағдайымды сұрайды. Мен сол баяғдаймын.
Күн өткен сайын өңім солып арықтап барам. Осылай жүргенімде бір күні Астанадан сіңілім келді. Ол да мені көріп шошып кетті. Балам тіпті мазасыз. Тек күндіз ғана бір жарым сағаттай ғана ұйықтаймыз. Сөйтіп сіңілім, мынадай жағдайға қалай шыдап жүрсің? Мұның болмайды. Сендерді апарып емханаға қаратпаса болмайды, деп балам екеумізді Астанаға алып кетті. Астанаға келіп, жақсы білікті дәрігерлерге қаратты. Баламның басын арнайы аппаратқа түсіртіп қарады. Денсаулығымыздан ешқандай ақау таппады. Сөйтіп түрлі дәрумендер жазып беріп, қайтадан Қызылордаға қайттық. Осы кезде бір байқап таң қалғаным, балам басқа жерде тырп етпей ұйықтайды екен. Құдды ұйқысы бұрыннан осылай секілді. Ал үйге келгенімізде қайтадан сол баяғы әдеті, ұйқы жоқ. Мұнымызды уайымдап жүрген анам бір көріп кел емшіге менің суретімді апарып мән-жайды айтқан екен. Емші қарап отырып басын қайта-қайта шайқап, қызыңның басында дуа бар. Бұл дуа осыдан біраз бұрын жасалған екен. Енді әбден денесіне сіңіп, баласына да өткен. Дуаны сол жанындағы біреу жасаған, күнде көріп жүрген, ақ сары, бойшаңдау, егде жасқа келіп қалған әйел кісі. Үйінің сыртына әкеліп, осы үйден береке кетіп, қызың жынданып, күйеуімен ажырасып кетсін деп, ақ затты шашып тастаған депті. Мұны енді мықты қара молдаға оқыту керек. Дуаны қайтармаса арты жаман болады, кейін баласы ауырады деген кезде анам шошып кетіпті. Сөйтіп дереу маған хабарласып, мән-жайды айтқанда менің де төбе шашым тік тұрды. Бұрын дуа жайлы еститінмін, бірақ мұндай жағдай менің басымда болады деп ешқашан ойламаған едім. Анамнан маған дуа жасалғанын естігеннен кейін менің одан әрі мазам кетті. Күйеуіме айтып едім, ол сенбеді. Қойшы, ондай болмайтын нәрселерге басыңды қатырмашы, сені кім дуалайды, деді. Бірақ әлгі көріп кел емшінің айтқаны миымнан кетпеді. Сөйтіп жан-жақтан жақсы, білгір емшілерді сұрастырып іздей бастадым. Сөйтіп көрші ауданда бір жақсы көріп кел емші апа бар екен деп естіп, таксилетіп баламды алып сол апаға бардым. Емші апа мені қарағаннан кейін, сенің басыңда шынымен дуа бар, бұл аяғың ауыр кезде жасалған екен. Сонда бұл дуа іштегі балаңа да өткен. Балаңды байқа, кейінірек ауырып қалуы мүмкін. Сосын бүгін түнде қандай түс көресің, соны ертең маған айтшы, деді. Сол күні түсімде 2 қара мысық көрдім. Екеуі біздің үйді айналып жүр екен. Сөйтіп мен оларды қуып жібермек болып, сыртқа шықсам, әлгі 2 мысық енем мен қайнысіңліме айналып кетіпті. Ертесінде осы түсімді емші апаға айтып едім, ол кісі енемнің түр сипатын анық айтып берді. Ақсары, бойшаң, толықтау егде жастағы әйел, сенің табалдырығыңа үйіңді айналып ақ ұнтақ шашып тастаған, сені есі ауысып жынды болып қалсын, сөйтіп күйеуіңмен ажырасып кетсін деп жасалынған, саған дуа жасаған енең, деді. Сөйтіп бұл апа маған суға дем салып берді. Мұны тек жақсы молда оқып қайтармаса, менің күшім жетпейді. Сондай молда кісі тауып оқытыл деп жіберді. Енемнің маған дуа жасағанын естігенде денем түршігіп кетті. Ондай жамандық өз баласына да тиеді ғой. Сонда тіпті өз баласын да ойламағаны ма? Енемнің бар мақсаты бізді ажырастырып жіберсе, ұлы қайта қолына барып отырса, сөйтіп тағы бар айлығын солардың қолына беріп, салпаңдап жұмыс істеп жүре берсе, маған үйленбей тұрғанда солай болған. Енем менің күйеуіме еш жаны ашымайтын. Ол кісі тек қызының төркінін ойлайтын. Қызына қаратып ешкімді сөйлетпейді. Менің күйеуім дулат, ана времянканы салмаса, ол кісілер әлі де сол сарайда тұра берілмеді. Сөйтіп мен молда іздеп, әулие, әмбир іздеп, сол жердегі жақын маңның барлығын шарладым. Оқытылдым. Бір емшілер шәйге, сабынға дем салып береді. Тіпті бір күні теледидардан Оспан деген бір керемет тәуіп емшіні көріп қалып, сол кісінің телефон нөмірін алып хабарластым. Ол кісі маған тұрған жеріңді ауыстыр, басқа үйге көш, сонда жағдайың дұрысталады, деді. Оған басқа жерден пәтер жалдап тұрмасақ, басқа амалымыз жоқ еді. Бірақ пәтер жалдайтын мүмкіндігіміз де жоқ еді. Өйткені жалғыз күйеуім жұмыс істейді. Ай сайын несиеміз бар. Мен келін болып түскеннен кейін-ақ күйеуімнің бір жағына жығысайын деп жұмыс істемек болғанда күйеуім қарсы болып еді. Мейрамхана дүкенде істемейсің деп, менің басқа жерде жұмыс істейтін жоғары білімім, арнайы мамандығым жоқ. Алдын бойдақ кезімде осы мейрамхана мен дүкенде одан қалса сауда-саттықпен айналысып едім. Содан не керек? Әйтеуір емшілердің кішкене болсын емі шипа болды ма, балам 1 жастан асқанда ұйықтайтын болды. Түнгі ұйқысы қалыптасып, жақсы болып қалды. Ал мен сол баяғы ешқандай өзгеріс жоқ. Басым ауыра береді. Аналгин, цитрамон ішіп аламын. Сөйтіп бір күні Астанадағы
сіңіліме хабарласып жұмыс істеуім керек. Енемнің қасынан кетпесек болмайды деп жағдайымды айттым. Сөйтіп едім, сіңілім біздің аудандағы аурухананың бас дәрігеріне хабарласып, мені сонда еден жуатын техничка етіп жұмысқа кіргізді. Ол кездері бір жерге жұмысқа кіру қиын болатын. Қандай жұмыс болмасын, көпшілігі таныс арқылы, болмаса жақсы сыйақы беруің керек. Осылайша ауруханаға жұмысқа тұрдым. Баламды бақшаға бердім. Күйеуіммен сөйлесіп, басқа жерден пәтер жалдап көшіп кеттік. Енемнің жанынан кеткеннен кейін жұмыс істеп, елмен араласып, көңілім жұмысқа ауып, жағдайым біршама дұрысталып қалды. Бөлек кеткеніміз жақсы болды-ау деп ойладым. Сөйтіп жүргенде балам 2 жастан енді асқан кезі. Бала бақшадан келгеннен соң бір күні ішім ауырды деп жылады. Мен бақшада жақпайтын бірдеме жеп қойған болар деп ойладым. Күріш қайнатып бердім, айран бердім. Сөйтіп жүргенде бір күні бақшада мұрны қанапты. Бала бақша дәрігері кешке барғанымда бала түсте ұйықтамап еді. Бала организмі шаршап, зорғып кеткенде мұрны қанайтыны бар. Болмаса кейбір балалардың кішкентайынан басының давлениясы болады. Сонда емес пе? Деп менен сұрады. Мен кішкентай кезінде басын арнайы аппаратқа түсіргенбіз, онда ештемесі жоқ дедім. Сөйтіп баламды алып кеттім. Ертесінде демалыс болатын, барлығымыз моншаға бардық. Сол моншаға түсіп келгеннен кейін баламның үсті қып-қызыл болып қышынып, бөртіп кетті. Мұны көріп қорқып кеттім. Сөйтіп дереу күйеуім екеуміз баламды алып ауруханаға бардық. Анализ тапсырдық. Дәрігерлер балама ИТП деген қан ауруы деген диагноз қойды. Мұны естіп, уайымдап, әбден жыладым. Осы кезде емшінің дуаның әсері балаңа өткен, байқа, кейін балаң ауырады дегені есіме түсті. Енемді тіпті жек көріп кеттім. Осыдан балама бірдеме болса, оны өлтіремін деп қатты ашуландым. Сіңіліммен сөйлесіп, балам біраз ем қабылдады, бірақ мүгедектікке шықты. Үкімет арнайы жәрдемақы бөлді. Өзі жүріп тұрғанымен балама ерекше күтім керек. Дәрі-дәрмек, дәрумендер, арнайы жақсы тағам ішкізіп, қадағалап жүру керек болды. Осы жағдайдан кейін анам осындағы мешіттің бас иманына барып сөйлесіп, менің жағдайымды айтыпты. Сөйткен екен имам бір Түркиядан келген 5 уақыт намаз оқитын, Құранды жатқа білетін жақсы молдамен сөйлестіріп беріпті. Ол кісі осы Құранмен осындай дуаларды оқып қайтарып емдеп жазып береді екен. Сөйтіп мені келсін депті. Тек басына орамал салып, барлық жері жабық болып киініп келсін депті. Сөйтіп жүрегім алабұртып, осы қара молдадан шипа іздеп, сол кісіге қарай жол тарттым.